Hi everyone, салам достор. Бүгін біз сіздер менен англис тілінің алфавитін үйренмекчүбүз. Бүгін біздің бірінші сабағыбыз англис тілінің алфавиті болмақчы. Жалпысынан англис тілінде 26 тамға бар. Алардың 6-сы үнді болса, ал эми 20-сы үнсіз. Ар бірін бірден үйреніп алсақ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Азаматсыңар достар. Біз бүгін англис тілінің алфавитін үйреніп алдық. Дағы да өзіңір үйден үйреніш үшін әрбір тамғаны оқып шықсаңар болады. Эми үнді тамғаларды өз алдынша қарап алсақ. A, E, I, O, Y, U. Ал эми үнсіз тамғалар көк түстегі тамғаларды жазып қойдым. Эми дағы бір жолы үнсіз тамғаларды қайталап алсақ достар. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. Мына достар, біз үнді тамғаларды өз алдынша, ал эми үнсіз тамғаларды дағы бір жолы қайталап алдық. Біз эми англис тілінің алфавиттері қатыша тұрған жол болса, ошол тамғалардан башталған англис тіліндегі сөздерді құра алсақ. Біріншілі A тамғасы, An apple. An apple деген бұл алма деген түшіндіреді. B тамғасы, A big, чоң деген түшіндіреді. C тамғасы, A cat. A cat бұл мышық. D тамғасы, A dog. A dog бұл ит. E тамғасы, An egg. An egg бұл жұмыртқа деген түшіндіреді. F тамғасы. F тамғасына A fox деген сөзді құрып алдық. Ал egg fox деген сөз бұл бізге қырғыз тіліне түшіндіргенде түлкі деген түшіндіреді. G тамғасы, A giraffe. Giraffe дегенде білеміз, достар. Giraffe бұл жираф деген түшіндіреді. Кейінгі тамға H тамғасы, A honey. Do you like honey? Guys, сілер балды жақшы көресіңдер бе? А бал деген сөз англис тіліне honey. Honey болып оқылады. Бұл жерде Х тамғасы оқылбағаттағы honey болып оқылып қалады. I тамғасы. Айға біз an ice cream. An ice cream бұл балмұздақ. Do you like an ice cream? Yes. Біз балмұздақты жақсы көреміз. А балмұздақтың англисчесі бізге an ice cream болады. G тамғасы. A jam. A jam бұл қырғыз тіліне қиям деген түшіндіреді. K тамғасы, A key сөзі жаздық. A key бұл бізге ашқыш деген түшіндіреді, достар. L тамғасы, A lemon. A lemon. Lemon бұл емнелі? Тора, достар. Lemon бұл лимон деген түшіндіреді. M тамғасы. M тамғасына A monkey. Monkey бұл маймыл деген түшіндіреді. N тамғасы. N тамғасы A nut. A nut жаңғақ болып қотарылады. O тамғасы. O тамғасы an orange. An orange. Do you like an orange? Сен апельсинді жақсы көресің бе? Апельсин дегеннің англисчесі бізге an orange болады. P тамғасы. A pumpkin. Pumpkin бұл ашқабақ. Q тамғасы. A queen. Queen. Queen деген бізге ханыша болып қотарылады. R, A rainbow. A rainbow. Бұл күн желесі. Же болса асан үсен. Достар. S тамғасы. A snake. Snake.
snake деген сөз бізге қандай болып қотарылады? Тура, достар. Бұл жылан, маңызы. T тамғасы, a table. Table бұл стол. U тамғасы, an umbrella. An umbrella сөзі қырғыз тіліне қолчатыр деген түсіндіреді. A vase бұл ваза деген түсіндіреді. W тамғасы, a window. A window бұл терезе болып қотарылады. Кейінгі тамға X. X тамғасында аңғыз тілінде башталған сөздер көбінчөсі жоқ қойсы. Ошондуктан, достар, мен сіздерге X тамғасы ортосына келген сөзді жаза алдым. Бұл жерде an example. An example бұл мисалы дегенді түсіндіреді. Ал эми Y тамғасына yellow деген сөз. Yellow деген сөзді біз қырғыз тіліне сары деп қотарылат екенбіз. Z тамғасына zebra деген сөзді жазып алдық, достар. Біз сабағыбыздың аяғына жетіп келдік. Кейінгі сабақтан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.